Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге осындай көктемнің дәмі таудан теріп келінген қозқұйрықтың видео рецептісін ұсынатын боламын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте свежий, жаңадан таудан теріп әкелінген қозқұйрық. Қозқұйрықты қайдан алам десеңіздер, базарларда да сатады. Көктем мезгілінде жаңбыр жауған кездерде алып келеді қозқұйрықты теріп таудан. Және де ең бірінші осыны жуып алып, осылай суға жарты сағат 1 сағатқа қайнатып аламыз. Үстіне су құйыңыз, міне қазанымызға салып, кастрюлемізге бір қайнағаннан кейін астын басып, жарты сағат 1 сағат қайнатып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай су қайнады. Енді астын басып, мен жарты сағат көлемінде қайнатып алдым. Егер сіздер 1 сағат көлемінде де қайнатсаңыздар болады. Неге десеңіздер, себебі улы болуы да мүмкін, сондықтан осылай бір қайнатып алған дұрыс қозқұйрықты. Және енді осылай судан сүзіп алып, бір жуып жіберіп турасаңыздар да болады. Мен судан сүзіп алып, міне осылай бір жуып, судан ажыратып, осылай тостағыма салып алдым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне көріп тұрғандарыңыздай су өте лас болды, сондықтан қайнатып алған дұрыс негізі. Міне енді осылай қайнатып алған қозқұйрығымызды әдемілеп турап алатын боламыз. Міне осылай ұзынша етіп әдемілеп турап алыңыздар. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Өте әдемі, көктемнің дәмі ағзамызға керек, өте сондай пайдалы тағамдардың бірі. Және де айта кетейін, менің каналымда қолжетімді заттардан жасалатын дәмді тағам түрлері бар. Плейлист бар, сол жерде өзіңізге керекті видео рецептіні көрсеңіз болады. Міне енді қызып тұрған табамызға осылай май құямыз. Бір кесемен өлшеп, бір кесе май құйсаңыздар да болады. Майды аз емес, сәл осылай көптеу құясыздар. Міне бір кесе осылай кішкентай кесемен, шай ішетін кесемен өлшеп құйсаңыздар да болады. Және де енді қызартып, қозқұйрығымыз қып-қызыл болғанша дейін осылай әдемілеп араластырып отырып, қуырып алатын боламыз. Міне қозқұйрығым жайлап қызарып келеді. Осылай жақсылап әдемілеп қызартып қуыратын боласыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, сол кезде дәмі ерекше әдем болады. Қозқұйрықты қызартып қуырып алсаңыздар. Міне енді осылай бір пиязымызды ұзынша етіп турап, оны да қосатын боламыз. Тағы да енді 5-10 минут қуырып алатын боламыз. Қызарғанша араластырып тұрыңыздар. Және де кішкене қара бұрыш, тұз қосатын боламыз. Үлкен қасықтың ұшымен осылай тұз қостым. Және де осылай араластырып отырып, қызартып, тағы да қуырып алыңыздар. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Дәмі ерекше әдемі болып пісті. Міне қозқұйрығым қызарып, дайын болды. Енді осының үстіне картошкамызды салатын боламыз. Өзіңізге керекті мөлшерде картошка турап, ұзынша етіп, осылай жұқалап, қозқұйрықтың үстіне осылай бір тегіс етіп салып, керекті мөлшерде суын құйыңыз. Және де міне тағы да жарты қасықтың ұшымен тұз саламыз. Және де керекті мөлшерде суымызды құйып, міне қайнады суымыз. Енді астын басып, тағы да картошка піскенше дейін бір жарты сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне жай отта, қайнағаннан кейін астын басып, осылай жай отта әдемілеп пісіріп алыңыздар. Міне қозқұйрығым дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, лайк басып қойыңыздар, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.